беташар кезінде сәлем беруге бола ма дейді. Енді сәлем жалпы беташар мәселесі осы, енді алатын болсақ, ыңғайсыз жағдай сол, әйел кісіні бүкіл елдің алдына алып келіп жаңағы оны қаратып қояды. Кім көрінген бетіне қарағандай болып қалады. Бірақ егер бұл жерде және беташар екінші бір ыңғайсыз жағдай бар. Сәлем берген кезде сәлем енді беру жақсы, бірақтан сәлем беру мұсылманша ол ассаламу алейкум. Бірақ ол беташардағы сәлем беруде белді бүгіп жатады. Ал белді бүгу бұл рукуққа ұқсайды. Ал рукуқ ол құлшылық, ал құлшылық тек Аллахқа арналатын істерден болып табылады екен. Адамдарды уахабист деп айтуға бола ма? Негізінен уахабист деген топтар бар ма дейді. Негізі жай адамдарға уахабист деп айтуға болмайды. Кім болса, о болсын, негізі шынымен де тікелей атын атап ештеңе айтпағандарыңыз жақсы. Ла ясхар қауму мин қаумин асайын хойран минхум дейді. Бір қауымды кемсітпесін, одан жақсы болып кетуі әбден ықтимал дейді. Сонда бір адамға сен пәленшесің, сен түгеншесіне бетіне айтудың қажеті жоқ. Сонда ол нәрседен өте сақ болуымыз керек. Әсіресе мұсылман бауырларымыз айтатынымыз, бір-бірлеріңізге бұндай терминді қолданбаңыздар. Кімсің? Мұсылманмын, бітті. Басқа ешқандай қажет жоқ. Басқа атаудың ешқандай қажеті де жоқ. Басқа мүлдем атаудың қажеті жоқ. Бір бауырларымыз келген сияқты, ол енді әйтір мұсылманшылық жүргеннен кейін ғой, Хизбут Тахрир деген бір топтан екен, келіп үгіт насихатын айтып жатыр. Неге бұлай деп бөлініп жүрсіңдер? Неге Хизбут Тахрирді қойып алдыңыздар? Мен бүкіл нәрсені аты болу керек қой дейді. Бүкіл нәрсені аты болу керек. Сіздің атыңыз бар, сіздің атыңыз болмаса сізді қайдан танимыз дейді. Сонда айтып жатырмын ғой, сонда Аллах Тағаланың қойған мұсылман, ислам деген аты сендерге ұнамай қалды ма деп. Бітті, сен мұсылман деп Аллах қойып берді. Сен бітті мұсылмансың, басқа атаулардың бәрінің ешқандай қажеті жоқ. Сол мұсылман деген ат бізге ең көркем ат болып келеді екен. Şimdi muzikaga байланысты қойылған сұрақтар бар екен. Музыка тыңдау харам ба дейді. Жалпы бұл мәселеде өте сақ болуымыз керек. Өйткені осы музыкаға байланысты кейбір аяттарда сахабалардың Али Имран сүресінде келетін аятты лаху ал хадисте музыкалық аспаптар деп түсіндірген жері бар тәпсірлерде. Одан кейін тіпті мұсылман емес адамдардың өздері музыканың жойқын күші бар деп кеткен жерлері бар. Одан кейін осы музыка кейбір жаңағы үлкен ғалымдардың музыка адамның жүрегіне нифақ ауруын алып келеді, екіжүзділіктің ауруын алып келеді деп айтып кеткен сөздері бар. Музыка мен өлеңді негізі екеуін ажырата біліңіздер. Музыка деген бөлек, аспаппен болады, өлең дегеніміз ол сөзбен болатын нәрсе. Өлеңге келетін болсақ, мағынасы дұрыс нәрсенің бәрін рұқсат деп айтамыз, мағынасы бұрыс бәрін рұқсат емес. Ал музыкалық аспаптарға келген кезде шынымен де бұның кейбір зияндары бар. Бұл нәрсе жалпы, бірақ нәрсені еске сақтаңыздар. Музыка болмайды деген кезде мұсылман бауырларымыз алады да көшеге барып таксистке отырып алып музыкаңды өшір, өйтпейді деп адамдар музыкадан бастайды да. Уағыз өйтіп басталмайды. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи өзінің уағызшыларын жүргенде Муаз ибн Джабал Йеменге жүргенде айтқан: "Фалиякун ауалу ма тадъу илайхи шахадат алла илаха иллаллах" деген. Бірінші бастайтын уағызың ла илаха иллаллах болсын деген да. Музыка болсын деп айтқан жоқ. Егер біз адамдарға осы тәсілді дұрыс байланбасақ, онда біз оларды керісінше ислам дініне қарсы қойып аламыз. Өйткені кейбір исламдағы мәселелерді намаз оқымайынша түсіну мүмкін емес. Намаз оқымайынша оны түсіну мүмкін емес. Өйткені адамда көз бар, көзден жоғары ақыл бар, ақылдан жоғары иман бар. Көз жетпеген жерге ақыл жетеді, ақыл жетпеген нәрсеге иман жетеді. Сол үшін Аллах Құранда иман келтіргендерді я айюхаллазина аману деп жеке атайды. Ей иман келтіргендер, иман келтірген я айюханнас деп адамдарды жеке атайды. Жеке атайды. Өйткені олардың түсінігі, танымы бөлек, сонда олар бір-бірінің кей кезде бәрін түсіне береді деп ойлауға болмайды екен. Сөйлесе оның күнәсі бізге жазылама дейді. Негізі мұсылман адам бір адам күнә істеп жатса, хадисте келеді, оны қолыңмен тоқтат, қолыңмен тоқтата алмасаң тіліңмен тоқтат, тіліңмен тоқтата алмасаң оны жүрегімен ренжігенін көрсет дейді. Кейбір ғалымдар айтады, кім бір мұсылманның кісінің қалында екінші мұсылман адамды ғайбаттап жатқан болатын болса, тоқтатпасақ оған да күнә жазылатынын айтып кеткен ғалымдар. Біз оны күнәдан тыймағанымыз үшін сол нәрсеге егер соны қолда жіберсек, онда мүлдем күнә болады. Соған өзіміз риза еместігімізді білдіруіміз керек. Бұл ғайбат болып кетті деп тоқтатқанымыз жақсы, өзімізге пайда береді екенбіз. Сол дәреттің үкімін айтып, және ол дәреттен неше уақыт жүруге болады, соны айтсаңыз дейді. Енді жалпы ауырып қалған кезде қандай жағдайда? Мысалы бір адам ауырып қалды, суық тиіп, оған денесіне су тисе, одан сайын ауырын үдетіп жіберуі мүмкін. Егер сондай себеп болатын болса, оған тайям соға берсе болады. Өйткені денсаулықты қорғау бұл да мұсылманшылықтан болып кетеді. Осы жерде бір нәрсе мен айтып кеткенім, тағы да қосымша айтып кетейін. Өйткені бұл да өте керек тақырыптың бірі. Сонымен иншалла осы бір немізді аяқтасақ, burada сұрақтардың бәрін жауап үлгеру мүмкін емес екен. Осы дәретке байланысты.
ауырған адамға денесіне су тиюден ауру үдеп кетеді десе, оған тайым соғуға болады, қасында су бар болған болса да. Енді осы мына дәретханаға барғанда дәрет тазалау мәселесін айтқан кезде бұны айтып кетейік, өйткені күн суық, көп адамдар осыны білмейді, кей кезде міндет деп ойлайды. Дәретханаға барып дәрет сындырғаннан кейінгі тазалық үш түрлі болады. Біреусі таза сумен тазалану, екіншісі кесекпен тазалану. Енді біздің сіздерге түсінікті болу үшін дәретхана қағаз деп алайық, бұның кезек болған. Екінші дәретхана қағазымен тазалану, үшінші түрі дәретхана қағазымен және сумен тазалану. Бұлардың абзалы: бірінші дәретхана қағазын пайдаланып, одан кейін сумен жуу өте абзал. Екінші сумен жуу абзал. Үшінші абзалдық орын тұратын құр дәретхана қағазымен тазалануды үшінші орында тұрады. Бірақ кей кезде бұл абзалдықтардың орны өзгереді. Егер далада күн суық болып кетсе, судың тиюі сізге ол жерге суық тиіп, балқана ауру алып келетін болатын болса, онда суды пайдаланбаған абзал болады. Суды пайдаланбаған абзал болады. Ол кезде тек қана дәретхана қағазын қолданасыз. Оған байланысты хадистер де бар, оған байланысты мүкімдер де бар. Жаңағы дәретхана қағазын пайдаланбау, кейбір сахабалар тіпті су пайдаланбай өткендері туралы деректер келтіреді. Оған суды пайдаланбаған себебін сұраған кезде, өйткені суды пайдаланған кезде нәжіске қолын көбірек жақындайды деп айтқан екен. Бірақ суды пайдалануға байланысты мақталған аяттар да бар. Фихи риджан юхиббуна аятаттахару деп